Мен Семей облысы Абай ауданында туып өстім. Нағыз өте жоғары қатерлі ядролық жарылыс зардабын шектік. Президентіміз Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелевич, сізден сұрайтынымыз, полигон қасіретін шеккен адамдарға жаңа заң қабылданса деген тілегіміз бар. Біз әділ Қазақстан деген ұранды қолдаймыз. Мемлекет бізді өз қамқорлығына алса дейміз. Қазіргі уақытта мен Алматы қаласында тұрамын. Жұмыс орнымыздан ешқандай 10 күндік экологиялық еңбек демалысымыз берілмейді. Және қосымша жалақымызға да ешқандай үстем ақша төленбейді.